Қайырлы күн баршаңызға. Видеомызды жалғастырамыз. Аю тортының бірінші бөлімін әлі көрмеген болсаңыз, каналға өтіп қарап шықсаңыз болады. Жиналған тортымызды бетін пищевой пленкамен жауып, 6-7 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Енді шоколадты ганаш дайындаймыз. Шоколадты водяной баняда немесе қысқа толқынды пеште толықтай ерітіп аламыз. Еріген шоколадты үй температурасына дейін суытамыз. Келесі кезекте шоколадқа үй температурасындағы еріген сары майды салып, жақсылап бір келкі болғанша араластырамыз. Тортты тоңазытқыштан шығардым. Артық болып көрініп тұрған жерлерін тағы да пышақпен кесіп шықтым. Енді тортқа жұқалап ганаш жағып шығатын боламыз. Ганашты толықтай жағып болған соң, тоңазытқышқа 30-40 минутқа қатқанға дейін қоя тұрамыз. Минут өтті, ганашымыз қатты. Енді екінші рет тағы да толықтай ганашты жағып шығамыз. Ганашымызды толықтай жағып шықтық. Енді тағы да қатқанға дейін 30-40 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Енді шпательмен ганаштың артығын қырып шығамыз. Тортымыз дайын. Келесі кезекте әсемдейміз. Мастикадан аюдың кофтасын жасаймыз. Кофтаға ұқсатып, мастиканың артық жерлерін кесіп тастаймыз. Кофтамыз дайын болды. Енді шынайы болып көріну үшін тігістерін жасаймыз. Ақ мастикадан домалақта форма келтіріп, тұмсығын жасаймыз.
Қара мастикадан мұрнын жасаймыз. Келесі кезекте құлағын дайындаймыз. Екі бірдей домалақ мастиканы алып құлақтың формасын келтіреміз. Енді бантигін дайындаймыз. Бантигіміз құлап қалмасы үшін мастикаға сәл ғана су жағып жабыстырамыз. Бантигіміз шынайы болып көріну үшін ортасына байланған сияқты түйін жасаймыз. Енді осындай насадкамен кремді жағып шығамыз. Крем менде бұл жерде суық сливки мен қант ұнтағы. Кремді жағып шықтық, денесі толықтай дайын болды. Енді көзін жасаймыз.
Міне, аю тортымыз дайын болды. Бұл тортты мен Хамза балапанның туған күніне тапсырысқа жасаған болатынмын. Хамзаға өмір жасы ұзақ, денсаулығы мықты болсын деп тілеймін. Видеоны аса лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Келесі видеода мен осындай оңай дайындалатын кекстің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.